Сәлеметсіздер ме, мен сүйікті көрермендерім, оқырмандарым. Бүгін сіздерге үй жағдайында автоматты тонометрмен қан қысымын өлшеуді үйрететін боламын. Есімім Ұлбосын Леспекқызы, кардиолог-диагноз дәрігер. Менің каналыма қош келдіңіздер. Тіркелуді ұмытпаңыздар, лайк басып, комментарийға сұрақтарыңыз қойсаңыздар болады. Қан қысымын өлшейтін аппаратты тонометр деп атаймыз. Механикалық тонометр және автоматты тонометр болып бөлінеді бұлар. Механикалық тонометрге арнайы медперсонал немесе бір адамның көмегі керек болады. Механикалық тонометр өзінің арнайы грушасы арқылы, ауа жіберетін арқылы, күш салу арқылы жасалатын аппарат болып есептеледі. Ал автоматты түрдегі тонометр аппараттарымыз олар өте ыңғайлы, үй жағдайында қан қысым өлшеуге ыңғайлы болғандықтан осы тонометрді қалай қолдану керектігі туралы айтатын боламын. Бүгінгі видеода мен сіздерге механикалық тонометр мен автомат тонометрдің айырмашылығы туралы видео салғанмын. Оны егер көрмесеңіздер, міндетті түрде көріңіздер. Түсінбеген сұрақтарыңыз болса комментарияға жазыңыздар. Ал бүгін осы автоматты тонометрді қалай үй жағдайында қолданатыны туралы түсіндіріп беремін. Бірінші сіздерге таныстырып кететінім, біздің автоматты тонометріміз қандай болады. Арнайы манжеткасы болады осындай, және аппараты болады. Аппаратында екі ғана кнопка бар. Бұл фирмаға да байланысты. Біздіңкі A&D деген фирманың аппараттарында екі батырма бар. Біріншісі ол старт батырмасы және память батырмасы. Память деген, яғни алдында қан қысымыңызды өлшеген көрсеткішті көрсететін батырма. Енді қараңыз, осы аппаратты сіздерге қалай қолдануға болатынын түсіндіретін боламын. Біріншіден, қан қысымын өлшемес бұрын сіздің жағдайыңызды біліп алғаныңыз дұрыс. Егер сіз жүктемеден кейінгі жағдай болса, кемінде 5 минут демалуыңыз керек. Яғни үй жинап жатсаңыз, үй жағдайында, немесе жаттығу жасап болғаннан кейін 5 минут отырып, диванда отырып, немесе үстелде отырып, демалып аласыз 5 минут. 5 минуттан кейін ғана қан қысымын өлшеу керек болады. Қан қысым қалай өлшеуін көрсетемін. Мына біздің манжеткамызды оң қол немесе сол қол өзіңіз таңдайсыз. Мен оң қолымды таңдап жатырмын. Осылай мынау шынтақ буыннан жоғары қолға тағамыз. Қолға таққан кезде өзіңізге 1-2 саусақ сиятындай қатты қыспай осылай қалдырамыз. Отырған кезде қолдың жоғарғы жағында жүрек тұсында болған дұрыс. Өлшеу барысында сөйлеуге, басқа да әрекеттер жасауға болмайды. Өлшеу барысында аяқ бірінің үстіне бірі тұруға болмайды. Аяғымызды дұрыстап осылай қою керек болады. Манжетканы қойғаннан кейін мына жерде шынтақ буыны бар. Шынтақ буынынан 2 см жоғары болу керек. Мына жерде менің халатымнан сіздерге көрінбей қалуы мүмкін. Мен қолымды көрсетпей тұрмын ғой. Бұл жерде шынтақ буынының 2 см жоғары, және біздің шнурымыз осы қолдың бағытында тұру керек. Енді өзімізді жақсы сезініп тұрсаңыз, мынау старт батырмасын басамыз. Міне өлшеп болды. Бұл жерде 3 көрсеткіш көрсетеді. Бірінші систолалық қысым, одан диастолалық қысым және пульс. Негізі бұл автоматты тонометрдің бірінші көрсеткіш әрқашанда жоғары көрсетеді көп жағдайларда. Сондықтан бір ғана өлшеп қана қоймай, 2-3 рет өлшеп ортағын алған дұрыс. Менің видеом сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Айтып кеткендей, үй жағдайында, егер сіз үй жинап жатқан кезде, жүктеме жаттығулар жасап жатқан жерде, тағы да бір айта кететін жайт, ол кофе ішкен кезде немесе темекі шеккен кезде, осындай жағдайларда бірден қан қысым өлшеудің қажеті жоқ. Кемінде жарты сағат демалып барып өлшеген дұрыс. Өйткені олай өлшейтін болсаңыздар,
ісіктің көрсеткіштерін, қан қысымының көрсеткіштері жоғары немесе төмен болуы да мүмкін. Сондықтан ондай жағдайларда бірінші өз өздеріңізге келіп алып, қан қысымын одан кейін барып өлшеген дұрыс. Бірден өлшей салуға болмайды. Жүктемеден кейін 5 минут, ал темекі шегіп кофе ішкеннен кейін жарты сағаттан кейін өлшеген дұрыс. Сол кезде нақты сіздің қан қысымыңызды көрсете алады. Ал дәрі ішер алдында немесе басыңыз қатты ауырып, өзіңіз жайсыз сезінген жағдайда оны ешнәрсені күтудің қажеті жоқ. Бірден қан қысымыңызды мен көрсеткендей өлшеңіз. Менің ақпаратым ұнаса лайк басыңыз, комментарияға сұрақтарыңызды қойыңыз. Келесі видеода жолыққанша.